Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен жұмыртқасы жасалатын красный бархат пирожныйын дайындайтын боламыз. Өте дәмді болып шығады, әрі тез дайындалатын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Осы видеомды соңына дейін қарамас бұрын лайк басып барнама жазылып кетіңіздер. Ең алдымен айранға шым-шым тұз және құмшекер қосып араластырамыз. Және қызыл крассель қосамыз. Пістемай қосып тағы да араластырамыз. Бөлек ыдыста ұн разырғы де какаоны араластырып аламыз да, осы массамызға қосып отырып араластырамыз. Кейіннен ас содасына кішкене уксус қосып, осы массамызға қосып араластырамыз. Уксус ас содасының дәмі шығып кетпеу үшін керек. Осындай қоюлықта болу керек. Енді қамырымызды кондитерский мешокқа салып, осылай пергамент қағазға құйып шығамыз. градуста қоңыр болғанша пісіру керек. Арасына сливкеден крем жасап құямыз. Кремнің рецептісі менің каналымда бар. Осымен біздің жұмыртқасы жасалатын өте оңай әрі дәмді болып шығатын красный бархат пирожныйымыз дайын болды. Видеом ұнаса арнама жазылып, лайк басып кетіңіздер. Сіздермен болған Нұрсұлу, видеомды соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.